Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай қытырлақ, өрнегі көрініп тұратын өзбекский самсалар жасайтын боламыз. Осы видеода самсаны қалай жасау керектігін және де оның құпияларымен бөлісетін боламын. Ең алдымен суға бір ас қасық тұз салып араластырып аламыз. Ұнды мен електен өткізіп алдым, бұл міндетті емес. Оның үстіне суымызды құя отырып, қамыр илейміз. Қамыр илеген уақытта өздеріңіз байқайсыздар, қамыр қатты жұмсақта, қатты да болып шықпайды. Яғни қолға жұмыс жасағанда өте ыңғайлы болып шығады. Қамырымызды жақсылап илеп, 5-10 минутқа бетін жауып қоямыз. 5-10 минутқа тындырылған қамыр қайтадан иленсе, ол жылтыр, осындай әдемі болып шығады. Тағы да 20-30 минутқа жауып қоямыз. Оған дейін 250 грамм сары майымыз болмаса маргаринді ертіп аламыз. Май ерігеннен кейін тағы да 10 минут табада қыздырдым. Қамырымызды алып теңге 2-ге бөліп, әдеттегідей қамырды жайып шығамыз. Қамырды күнделікті жайған сияқты қалыңдығын дәл солай жайып шықтым. Бірінші жаймамызға майдың жартысын құйып, осылай барлық жерге жайып шығамыз. Бұл самсаның қатпарлы болып келуінің сыры, яғни осы май жақсы болып қатуы керек. Қатты асықпасаңыз 20-30 минуттай күтіп, содан кейін барып екінші қамырды бетіне жаямыз. Қайтадан майдың қалған жартысын екінші қамырдың үстіне осылай жаямыз. Көріп отырғандарыңыздай, бұл майда жақсы қатуы тиіс. 20-30 минут күтеміз. Содан кейін барып қана осылай орап шығамыз. Майдың қатқанының арқасында ешқандай тоңмайсыз, самсаларымыз қатпарлы болып шығады. Енді осы қамыр тезірек мұздатқышта бірден қату үшін 2-ге бөліп пакетке салып, мұздатқышқа 15-20 минутқа салып қоямыз. Осы уақытта салмасын жасаймыз. Салмасынан тартылған ет, пияз және үккіштен өткізілген картоп, тұз және бұрыш салып барлығын араластырдым. Қамырымыз дайын болғаннан кейін барлығын бірдей бөліктерге бөліп шығамыз. Бұл қамырдан 25 үлкен самса, болмаса кіші 30-35 самсадай шығады. Қамырларды ең басында ғана осындай өрнегінен ұнға екі жағынан аунатып басып аламыз. Одан кейін ұнды көп сеппейміз. Қамыр жаю барысында көріп отырғандарыңыздай қамырдың ортасын оқтаумен баспаймын, тек шеттерін ғана шығартып аламын. Қатты қолға жабысып жатса, кішкене ұн сепсеңіздер де болады. Мінекей қамырымыз ешқандай да жыртылмайды және де тез ғана жабысады. Ендігі пешімізді алдын ала қыздырып, май жағылған табаға самсаларымызды қойып, бетінен жұмыртқаның сарысын жағып, кунжут себеміз. Пештің градусын 220 градусқа жоғары төменге қоямыз. Самсаның дайын болуы әркімнің пешіне байланысты, яғни жақсы қызаруы тиіс. Мінекей самсаларымыз өте қатпарлы, өрнегі өте әдемі көрінеді және өте дәмді болып шығады. Мінекей ашып жатқанның өзінде барлығы түсіп жатыр. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Егер каналым ұнап жатырса, менің каналым дамуы үшін лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Бану Орынбасарова. Сау болыңыздар.